Ресей мен Америка соғыса кім істем шығар еді? Тарихта әр дәуірдің өз алып мемлекеті болды. Бір заманда Рим империясы әлемге билік жүргізді. Кейін Шыңғыс хан империясы тарих сахнасына шықты. Ал одан кейін Британ империясы үстемдік етті. Ал бүгінгі күннің ең үлкен сұрағы, егер Ресей мен Америка соғысса, қайсысы жеңер еді? Бұл тақырып саясаткерлерді де, қарапайым халықты да қызықтырады. Экономика мен ақша күші. Қазіргі заманғы соғыс тек танк пен ұшақпен ғана емес, қаржымен де жүргізіледі. Америка жылына шамамен 850 миллиард долларын әскери салаға жұмсайды. Бұл бүкіл әлемдегі әскери шығындардың 1/4 де көп. Ресей болса шамамен 80 миллиард доллар бөледі. Яғни айырмашылық 10 еседен асады. Экономикалық қуат та артықшылықты көрсетіп тұр. Американың жалпы ішкі өнімі 27 триллион доллардан асады, ал Ресейдікі бар болғаны 2 триллион шамасында. Ұзақ соғыста Америка экономикасының күші басым болатыны анық. Құрлықтағы күш. Ресейдің басты артықшылығы құрлықтағы әскері. Елде 12 мыңнан астам танк пен ондаған мың артиллерия бар. Америкада танк саны аздау, шамамен 6 мың. Бірақ олардың көбі заманауи техникамен жабдықталған. Электроникасы мен дәлдігі әлде қайда жоғары. Сондықтан Ресейде қару-жарақ көп болса, Америкада сапасы басым. Әуе мен теңіздегі үстемдік. Бұл салада Американың артықшылығы анық. Америкада 11 алып әуе тасымалдаушы кеме бар. Ал Ресейде бар болғаны бір ғана ескі кеме. Әуе күштерінде де айырмашылық үлкен. Америкалық ұшақтардың көбі жаңа буын, ал Ресейдің біраз бөлігі әлі күнге кеңес дәуірінен қалған үлгілерге сүйенеді. Ядролық қару. Ең қауіпті мәселе ядролық қару. Ресейдің шамамен 5,5 мың, Американың 5 мыңнан сәл аса ядролық оқтұмсығы бар. Саны шамалас, бірақ орналасу мен жүйелері әртүрлі. Ресейде құрлықтан атылатын зымырандар көп, ал Америкада теңіз арқылы ұшырылатын жүйелер мықтырақ. Егер ядролық соғыс шынымен басталса, онда жеңімпаз болмайды. Ол бүкіл адамзатқа апат әкеледі. Ықтимал сценарийлер. Бірінші сценарий кәдімгі соғыс. Мұнда Америка технология мен экономикаға сүйеніп, уақыт өте үстем болар еді. Екінші сценарий Ресейдің аумағында жүретін шайқас. Мұндай жағдайда Ресей өз жерін қорғап, қарсыласын біраз тежей алады. Үшінші сценарий ядролық соғыс. Бұл жағдайда жеңімпаз болмайды, себебі екі жақта ауыр шығынға ұшырайды, ал бүкіл әлем зардап шегеді. Қорытынды. Дәстүрлі соғыста Америка артықшылыққа ие. Ресей өз жерінде қорғанса, мықты қарсыласқа айналады. Ал ядролық қақтығыста ешкім жеңбейді, тек бүкіл адамзатқа ортақ қайғы келеді. Нағыз жеңіс бейбітшілікті сақтау. Достар, осындай қызықты тарихи және әскери талдауларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыз.